Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге нағыз қазақтар жейтін тағам әзірлеп көрсетпекшімін. Дәмі өте ерекше. Менің отбасымның барлық мүшесі сүйсініп жейтін тағам. Өте керемет дәмі. Бала кездегі дәм ауыздарыңызға келетін болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен нанымызды илеп аламыз. Бір жұмыртқа салып, су мен тұзды араластырып, осылай нанымызды илеп аламыз. Менімен бірге жасаңыздар тамақты. Өте дәмі ерекше. Мінеки осылай илеп алып, бір 10-15 минутқа нанымызды тындырып қоямыз. Оған дейін үйде қандай ет бар, сол ет бола береді, қандай ет болса да. Менде қазір қой еті. Осылай 4 бұрыштылап турап алдым. Және де жуа, картошка, сәбіз қажет. Бәрін қалауларыңыз бойынша турап аласыздар. Немесе осылай видеодағыдай турайсыздар. Жуамызды турап, сәбізді мен осылай майдалап 4 бұрыштылап турадым. Арасында әдемі вид беріп тұрады. Дәмін кіргізіп, картошканы да кубиктап турап алдым. Осылай бәрін дайындап аласыздар. Қызып тұрған қазанымызға 100 граммдай сұйық майымызды құйып, етімізді бастап саламыз. Дәмдеуіш қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Қоспасаңыздар да болады. Мен қара бұрышпен тұз салып қуырдым. Етімізді азырақ қуырып алған соң, үстіне жуамыз бен сәбізімізді салып, бір 5 минуттай жақсылап қуырып аласыздар. Үстіне 700 граммдай су құясыздар. Біздің нанымыз дайын. Тынып тұр екен. Жұқалап жайып аласыздар. Жұқалап жайып алған соң 4-ке бөліп, қызып тұрған духовканың ең астына бір 20 секундқа қойып кептіріп аласыздар. Қызып тұрған духовкада кептіріп аласыздар. Ұмытпаңыздар. Біз қайнап тұрған қазанымызға етіміз бен піскен картошкамызды салып пісіріп аламыз. Оған дейін біздің қамырымыз да дайын болып қалады. Мінеки кепкен қамырымызды осылай бөліп, соломка етіп турап аласыздар.
Мен ірілеу етіп турап жатырмын. Бұдан жіңішке етіп тураймын десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Мінекей осындай болып шықты. Қатты отта қайнап тұрған қазанның үстіне салып 5 минут пен 10 минут аралығында пісіріп аласыздар. Тез піседі. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Ас көк сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Мен для красоты сеуіп қойдым. Мінекей дәмі өте ерекше, дәмді ас. Қонақтарға да, үйге де жасасаңыздар, өте дәмді, керемет тағам. Қазақша каналды қолдауды ұмытпаңыздар. Лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Ас дәмді болсын. Кездескенше аман сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.